Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай әдемі болып шығатын сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Барлық керек заттың барлығын төменге описанияға қалдырамын. Еліктен өткізілген ұнымызды үлкен ыдысқа салып аламыз. Содан соң үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, қант салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Содан соң осының үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып, қолымызбен жақсылап маймен ұнды біріктіреміз, яғни үгітеміз. Осылай қолымызбен езе отырып, маймен ұнды үгітіп аламыз. Содан соң осының үстіне бір жұмыртқаны салып, жұмсақ қылып қамыр, яғни басын біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап басын біріктіріп алдық, және осындай бізде жұмсақ қамыр дайын болады. Дайын болған қамырды, яғни салафанға, болмаса осындай пищевой пленкеге орап, жарты сағатқа біз холодильникке қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ, 4 жұмыртқа, қант керек. Осылай қаймағымызды салып аламыз. Содан соң үстіне қант, 4 жұмыртқамызды салып, блинчиктің көмегімен, болмаса шайыншқының көмегімен тек жеңіл бір ғана араластырып қоямыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Мінекей 30 минут өтті. Қамырды екіге бөлеміз. Біреуін үлкен қылдым, яғни оны астыңғы жағына біз осылай төсеп аламыз. Жақсылап қолымыздың көмегімен осылай барлығын тегістей жайып алып, және осылай стаканның көмегімен бір тегістеп әдемілейміз. Содан соң екінші қамырымызды осылай жандарына барлығына жететіндей етіп үсіп аламыз да, қолымызбен барлығын жиегін жабыстырып аламыз. Шайыншқының көмегімен осылай үстіңгі жағын, жиегін, барлығын әдемілеп бір тегістейміз. Содан кейін үстіне салмасын салып, жақсылап әдемілеп жайып аламыз да 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей пирог дайын болды. Өте керемет, нәзік, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Және салмасы қату үшін міндетті түрде пирогты толығымен суытамыз. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен Фариза ас болсын, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.